Олар әлемнің белді оқу орындарында білім алуда. Шет тілдерін еркін меңгеріп ғылымның сан алуан саласынан хабары бар. Халықаралық деңгейдегі ғылыми олимпиадалар мен байқаулардың жеңімпазы. Дүние жүзіне танымал жоғарғы оқу орындарының гранттарын иеленген ұлт мақтанышы. Менің есімім Марат. Қазіргі таңда Назарбаев университетінің электрикалық инженерия факультетінің 2-ші курс студенті болып табыламын. Осы университеттегі студенттік өмірдегі барлық жетістіктерге жетуімізге біздің критикалық ойлау қабілеттеріміз болсын, лидерлік қабілеттеріміз болсын, ораторлық және коммуникациялық қабілеттеріміздің барлығы осы мектепте қаланды деп санаймын. Баршаңызға сәлем, есімім Дина Қонақбаева. Қазіргі таңда Гонконгтағы Chinese University'да бизнес мамандығында оқып жатырмын. Назарбаев зияткерлік мектебі жақын болашағының сапарына жолдамаға айналды. Біз осы мектептен 2 бала болып Гарвард университетіне түстік. Және осыдан біз Назарбаев зияткерлік мектебінің деңгейін көре аламыз. Көз ашық көкірегі ояу болашақ ұлт зиялылары, ертеңгі көшбасшылары, маңдай алды мамандардың алтын ұясы Алматы қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне биыл 5 жыл. Қазақстан 2050 стратегиясында еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жаңалықтар мен өзгерістер заманы болып табылатын 21-ші ғасырда адамдардың күш қайраты, табандылығы мен білімі экономикалық және әлеуметтік дамудың қозғаушы күші болады деп атап өтті. Елбасының бұл ойы үздік қазақстандық және халықаралық тәжірибе негізінде құрылған Назарбаев зияткерлік мектебінде жүзеге асты. Жалпы еліміздің орта білім беру жүйесінің ішіндегі Назарбаев зияткерлік мектептерінің құрылуының ең негізгі мақсаты еліміздегі ауылдағы қарапайым жанұядан шыққан талантты балаларды бір мектептің астына біріктіріп, сол жерде көштен қалмайтындай етіп, халықаралық деңгейде білім беріп, және халықаралық деңгейде бағалауды жүргізіп, халықаралық деңгейде балалар ойлай алатындай, халықаралық емтихандарды тапсыра алатындай деңгейге сол балаларды жеткізу үшін орта жасалды. 2014 жылы мен 7-ші сыныпқа түскен едім, және де ол өте қызық болған. Мен кешке жақын, кешкі бір 11-12-де дәл ұйықтардың алдында маған досым қоңырау шалады. Және де телефонды алған кезде ол маған 2-ақ сөз айтады. Ишқа түстің деді. Мен алғашта сенбедім, себебі жақын досым, мен ойлағам, жай бір қызық көріп, қалжыңдап тұрған шығар деп. Сөйтіп, жарайды, тексере салайын дедім. Сосын ғаламтордан сайтқа кіріп қарап көрсем, жалпы осы түскен оқушылардың тізімі шыққан. Сол тізімнің ішінде өз атымды тапқанда мен өте қатты қуанған едім. Ұлым мен қызым осы Назарбаев зияткерлік мектептің табалдырығын алғаш рет аттап, емтихан сынынан өтті. Сол кездегі сезімізді айтып жеткізу өте қиын қазір. Қуанышымызда шек болмады. Бауыр еті баласының алғашқы үлкен жеңісіне қуанған атананың үкілеген үміті ақталды. Мектеп табалдырығын аттаған балалар заман талабына сай жабдықталған сыныптар мен зертханаларда кітаптан оқығанын тәжірибе жүзінде тексеріп, көзбен көріп қолмен ұстай алатынын, сөйтіп білімін тереңдете түсетінін түсінді. Жалпы біз оқушыларды Қазақстанды жарқын болашаққа жетелейтін болашақ үлкен көшбасшы деп үміттенеміз. Көшбасшы үшін ойдың нақтылығы, жүйелілігі, ұтымдылығы, ұшқырлығы өте керек нәрсе. Сондықтан болар, балалардың жан-жақты дамуына толық мүмкіндік жасалған. Мемлекеттік деңгейде бекітілген 3 тілден өзге жапон, неміс, корей, француз, қытай тілдерінің үйірмелері, спорт апталықтары жеткіншектердің шынығып ширауына, бәсекелестік дамыған ортада топты жарып, бәйге алуына бірден-бір септігін тигізетіні сөзсіз. TEDx NIS үйірмесі бар. Тілші болғым келеді. Үйірмесі бар, балалар өзі жүрген орнынан репортаж түсіріп, сөйлеп сала алатын. Discussion Club бар, ағылшын тілінде. Драма үйірмесі бар. Әлемдік түрлі жобалардан мықты орындар алып келген робототехника үйірмесі бар. Менің ойымша, осы қазіргі 11-ші сыныптағы деңгейіме жалпы осындай ашық және де өз ойымды оңай білдіре алу қабілетін маған драма үйірмесін басқарған Гүлвира Бекеновна септігін тигізді. Менің ойымша, осы драма үйірмесі адамды жан-жақты етуге және де кез келген жағдайға дайын болуға үйретеді.
сондықтан мен осы Гүлвира Бекеновнаға өте үлкен алғысымды білдіремін. Мектепті керек жарағымен қамтамасыз етуге әрдайым әзір тұратын бүгінгінің атымтай жомарттары да баршылық. Білімге құйылған қаржы, ұлт болашағына салынған инвестиция деген пікірді ұстанатын олар мектеп жұмысын әлде қайда ілгерілете түсті. Біздің мектептің балаларына толық қорған қаражаттарыңыз сіздер Қазақстанның келешегіне салыватсыздар. Негізінде не үшін? Біздің мектепте келешекте сіздің жұмыскерлеріңіз істейді. Елімізге пайда әкелетін мамандарға сіздер қосасыздар деп сөйтіп біз көндірдік. Меценаттарға көп алғысымызды айтамыз. Иә, бір қарасаңыз, мұнда оқитын балалардың өзге мектеп оқушыларынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Алайда, дәл осы оқу орнының табалдырығын алғаш аттаған сәттен бәсекелес ортаға тап болған бала жігерін қайрап, намысын шыңдап, қатарының алды болуға ұмтылады. Нәтижесінде әлемнің ең үздік жоғарғы оқу орнының студенті атанады. Биыл ғана біздің 3 оқушымызды айта кетейін. Биылғы мектебімізді бітіріп жатқан түлектердің ішінен Әліби деген оқушымыз, Селимжан деген оқушымыз, Ақназар деген оқушымыз дүниежүзінің халықаралық деңгейдегі өздері тапсырған пәндерінен 800 балдан 800 бал алып тұр. Ол бір ғана пән емес. Кейбір оқушымыз 2 пәннен, кейбір оқушымыз 3 пәннен осы деңгейді алып тұр. Шәкіртінің озғаны ұстаз еңбегінің жанғаны. Алдына келген баланың санасын оятып, оқытқан пәнін қалай да көкейіне қондыру мұндағы ұстаздар қауымына тән басты ерекшелік. 9 сыныптан бастап бізге физика пәнінен Мансуров Айжан деген кісі берген болатын. Ол кісі Қазақстандағы ең мықты физиктердің бірі деп айтсам қателеспеспін. Ол мұғалімнің маған нақты берген әсері кез келген мәселеге нақты физикалық тұрғыдан қарау, сонымен қатар сыни тұрғыда бағалауда нақты маған үйреткен болады. Сондықтан да мен осындай қабілеттердің қалыптасуына байланысты мен өзімді инженер ретінде осы 9 сыныптан бері өзім қарастырған болады. Бұл мектептің ұстаздары шәкірттерін ынталандыра отырып, өздері де алға ұмтылады. Бұл мен үшін таңғаларлық жайт. Сондай-ақ мұғалімнің білімін жетілдіру үшін бәр жағдай жасалған. Ал балаларға келер болсам, олар өте тәртіпті, инабатты және ұстамды. Сонымен қатар олар мұғалімді тұлға ретінде ерекше сыйлайды. Биік белесті бағындырудың тиімді формуласын анықтаған балалар білім нәрімен сусындатқан мектебімен қатар туған елін Қазақстанды төрткүл дүниеге танытты. Соңғы 4 жылда Алматыдағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 120 оқушысы республикалық, халықаралық олимпиада жеңімпазы атанғанының өзі осы ойдың нақты айғағы. Жылына біздің мектептің оқушылары бір оқушы ғана 5-6 медаль алып, дүниежүзілік олимпиадалардан алып келетін жағдайдар бар. Олимпиадалық жолды таңдау бала үшін бұл үлкен еңбекті қажет етеді. Ол балалар үшін тек оқу ғана емес, 8 сағаттық білім беру ғана емес, бұл 24 сағаттың 16 сағатын осы пәнге арнайды. Және бұл оқушыларда демалыс, сенбі күн деген болмайды. 40 мемлекеттен 15 мың оқушы қатысқан дүбірлі додадағы үлкен жеңіс, тынымсыз ізденіс һәм қажырлы еңбектің нәтижесі. Жуықта Америка құрама штаттарында өткен робототехниктердің дүниежүзілік чемпионатында бірінші орынды иеленген мектеп оқушылары ең үздік инженерлік шешім, тиімді әрі тез бағдарламалық іс қимылымен көзге түсті. Мыңға жуық команда болды. Соның ішінде біз ең мықты 20 команданың ішіне кірдік. Және сол жақта тағы да бір дәреже бар, ол programming skills деп аталады. Содан біз бірінші орын алдық. Одан да басқа бізде driving skills болды. Содан біз әлемдегі ең мықты командалардың арасынан ең мықты 20 команданың ішіне кірдік. Бұл білім ордасында әр бала ұстанымына берік, ісіне мығым. Ортаға салған ойын дәйекті түрде қорғауға әзір. Мұның себебі өзін-өзі басқарудың тетігінде жатыр. Көбінесе оқушыларға бағытылған, яғни олардың пікірлерін ойлап шығып, біз оларға арнайы бағдарламаны жасадық. Мысалы, ол біздің мектептің TEDx клубы. Бұл клубтың нәтижесінде біз әртүрлі жаңа реформаларды және де жаңа шараларды ұйымдастырдық. Және де президент ол бүкіл оқушыларға олардың мақсаттарына жетуге көмек беру керек және де көңіл бөлу керек.
Қызу бәсекелестік бар жерде сапа болатынын түсінетін балалар адамгершіліктен безген емес, бір-біріне қол ұшын созып, қиын жағдайда демеуге асығады. Біздің мектебімізде 18 шаңырақ бар. Шаңырақ қауымдастығының құрылуының өзінде қарасаңыз, үлкен бір терең мән, мағына, қазақтың бір әдемі, бір тәрбиесі жатыр. Енді әр шаңырақта бізде жоғары сыныптан бір сынып болады, төменгі сыныптан бір сынып болады. Оны қарасаңыз, үлкенге ізет, кішіге құрмет дегенді баланың бойына сіңіру мақсатында. Одан кейін біреуі міндетті түрде орыс сыныбы болады, біреуі қазақ сыныбы болады. Ол да тіл аралық, ұлт аралық, бір-бірімен бауырмалдық, тығыздық деген сияқты, таныстық деген сияқты. Және осы биылдан бастап бізде ондай тағы бір жоба ашылды. Бауыр деген жоба. Жылы сөздің өзі балаға осы мектепке сіңіп кетуіне, адаптацияда өтіп атқан балаға ол өте үлкен көмек. Бұл мектептің оқушылары алтын уақытын бағалай біледі. Әлеуметтік желіге телміріп, компьютерлік ойын ойнауға кететін уақытын пайдалы іске жұмсағанды жөн көреді. Қатаң тәртіпке бағынып, қиындыққа төтеп беруге ет үйренген олар, үлкен өмір жолына түскенде шаршамай, талмай, алға адымдай беретіні айдан анық. Назарбаев зияткерлік мектебіндегі білім беру жүйесі әрбір оқушыны өзін-өзі тәрбиелеп, әрбір мақсатқа өзі жетуін осыған бағыттайды. Яғни бұл білім жүйесі ол мұғалімді оқушының артынан емес, керісінше оқушыны мұғалімнен белгілі бір ақпарат алуға талпындырады. Сондықтан да мен осы 5 жыл уақыттың ішінде мен өз-өзімді белгілі бір дисциплинаның астында, тәрбие астында ұстауды үйрендім деп айтсам болады. Бұл мектептен тәлім алған бала ойы ұшқыр, талабы биік, мақсаты жоғары тұлға болып қалыптасады. Қазірдің өзінде олардың арасынан ел мақтаныш атанғандар бар. Соның бірі Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының биылғы жеңімпазы Иван Крепак. 8-ші сыныптан бері бізге әр балаға сен зияткерсің, сен жеке тұлғасың, сен өзіңнің ойың болу керек деп тәрбиелейтін, үйрететін. Мектептің бүгінгі жетістігі ұстаздар мен оқушылардан бөлек ата-аналардың орасан зор еңбегінің жемісі. Тәй-тәй басқан мектеп болғандықтан бұл мектептің ең беделді мектеп болуына үлес қосайық деп басымызды біріктірдік. Барлық сыныптың ата-аналары бір ауыз болып, жаңағы өзіміздің бағдарламамызды жасадық. Сол бағдарлама бойынша жаңағы ең бірінші бұл мектепке деген көмек. Екіншіден, балаларға психологиялық тұрғыдан үйде жаңағы көмек көрсетіп отыру. Одан кейін, үшіншісі, ол ең негізгісі, жаңағы мектептегі ұстаздар мен кураторлар арқылы байланысты үзбей ұстап отыру. Және де олардың ішінде ең негізгісі, жаңа баланың білім деңгейінің қаншалықты өсіп келе жатыр, немесе төмендеп бара жатыр ма деңгейі деген мәселелерге көп көңіл бөлдік. Бес жыл. Ұзақ мерзім емес, бірақ осы уақыт аралығында бұл мектеп 25 жылға татитындай елеулі нәтижелерге қол жеткізді. Халықаралық деңгейдегі аккредитациядан өтудің өзі жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын үлкен жеңіс. Демек, бұдан былай мектеп түлектері әлемнің үздік 50 университетінде білім алу мүмкіндігіне ие болады. Қазақстанның орта білім жүйесін көтерудегі бұл мега жоба. Осы жобаны жасаған елбасымыздың көрегендігі бұл бір 5 жыл, 25 жыл емес, ғасырлық өзінің жемісін беретініне біз сенімдіміз. Қанат қаққан қырандардың жарқын болашағына жол ашқан алтын ұя, талабы мен таланты ұштасқан жеткіншектердің кемел келешегінің кепілі болары сөзсіз. Мен үшін бірінші болу емес, мен үшін ең бірінші орында тұратын ол сапа. Осы мектептің арқасында мен өз күшіме сендім. Болашаққа деген нақты көзқарастар мен принциптардың қалыптасуы осы жерде жүзеге асты деп айтсам қателеспеспін. Қоршаған ортаң қандай болса, өзің де сондай боласың. Сол себептен адам өзінің айналасында әрдайым мықты, көшбасшы және де жақсылық алып келетін адамдар жинау керек.